Саламатсыздар, қалдарыңыз қалай? Мына қалта сайтынан заказ берген кезде до конца барыңыздар, біріншісі. Екіншісі, егер тіркелген болсаңыз, сіз тіркелген кездегі аты жөніңіз, адресіңіз, телефон номеріңіз бен заказ берген кездегі аты жөніңіз, адресіңіз, телефон номеріңіз бірдей болу керек. Біреуін ағылшынша, біреуін қазақша жазып қойсаңыз, немесе біреуін орысша жазып, біреуін қазақша жазып қойсаңыз, бір әріп ұқсамай қалса, онда ары қарай жүрмей қалады. Ал тіркелген жағдайда, иә, бұл. Тіркелмеген болсаңыз, онда қалай жазғыңыз келеді, дұрыс болса ол жаза берсеңіз болды, ештеңе етпейді. Мысалға мен сіздерге істеп көрсетейін қазір. Мысалға біз мынадан заказ берейік. Екі түрлі заказ беру жолы бар. Бірінші басамыз, тауардың үстін басқаннан кейін ішіне кіреміз, толық танысамыз. Мына жерде описаниялар бар, мына жерде фотолар бар, толық қарап шығамыз. Сосын барып заказ берген кезде мына бағасы тұр, мына жерде қанша штук қалды. Мысалға мынадан 80 штук қалды, солай тұрады. Сосын мына жерге санын жазсақ болады. Мына плюс-минус арқылы азайтып көбейтсек болады. Немесе тікелей жазсақ болады 20 штук деп. Сосын корзина, корзину дегенді басамыз, корзинаға қойып аламыз. Сосын егер тағы екінші тауарға берем десеңіз, мынау бос орынды бассаңыз, корзина автоматты жабылады. Немесе мынау жердегі қате белгіні бассаңыз да жабылады. Корзинада тұр. Енді артқа қайтып екінші тауарға заказ береміз. Екінші түрлі жолы корзину дегенді осы жерден тікелей бассаңыз болады, тікелей бассаңыз болады. Міне осы басып болғаннан кейін мына жерге санын өзгертсеңіз болады. Мысалға 25 штук деген сияқты. Вот. Енді тағы заказ берем десеңіз, мына бос орынды бассаңыз қайтып кетеді, қайтып кетеді. Сосын мысалға екі түрлі нелері барды көрсетейін мен сізге. Мынаны қарасақ, міне бұл тауарды бассақ параметрлері бар. Ішіне кіріп заказ бере аламыз. Мына жерде мен цветтерін бәрі ақ болып көрініп тұрған, мен үстін бассаңыз, міне белый деп тұр. Мынаны бассаңыз серый деп тұр. Синий и черный. Мына жерде фотолары бірге өзгереді. Мына черныйді басқан кезде қарасы шығып тұр. Синийді басқан кезде көгі шығып тұр. Мына кішкентай төрт бұрыштарды да сол синий болса көкке бояп қоямын, бұйырса. Соған үлгермей жатырмын қазір. Мынадан мысалға 8 штук қана қалды. Енді ары қарай мынаны қосамыз. Мысалға мына синийдан 2 штук, 2 пара алайық, в корзину дегенді басамыз. Болды, енді осындай заказдарыңызды полный жинап алғаннан кейін оформление заказа деген бар. Соны жаңа телефон келіп қалып ортасында үзіліп қалды. Мына жерде басамыз, мына жерде басамыз. Қайтадан қойып жатырмын. Мына жерде басамыз. Басқаннан кейін осындай жерге келеді. Енді жалғастырамыз. Міне енді заказды осы корзинаға қосып, заказды төмендегі кнопканы басқаннан кейін осындай жерге келеді. Мына жерде ескертетін жайт, сіз тіркелген болсаңыз, егер тіркелген болсаңыз, сайтқа тіркелген, регистрация жасаған болсаңыз, онда міндетті түрде мына жерде толтыратын атыңыз, телефон номеріңіз, қалаңыз жазылуы бірдей болу керек. Ағылшынша болса, сол жақта ағылшынша жасаңыз, сол жақта ағылшынша қала берсін. Ал орысша жасаңыз немесе қазақша жасаңыз, сол бойынша қалу керек. Ол ана жақта рахат деп жазып қойып, мысалға осылай ағылшынша жазып қойдыңыз, мына жерге келгенде қазақша рахат десеңіз, онда жүрмей қалады ары қарай. Соны ескеріңіздер, өте маңызды, ары қарай жүрмей қояды. Бірнеше клиенттер осылай жүргізе алмай бізге қайтадан шығып, осылай болып жатыр. Мысалға мен рахат деп жаздым, өйткені менде регистрацияда рахат деп тұру керек. Мына жерге телефон номер жазған кезде осы формат бойынша жазасыздар, 8 деп басасыздар, плюс 7 емес 8 деп басасыздар, 8-7 мысалға. Мен кез келген бір номерді жаза салайын. Өздеріңіздің номерлеріңіз, өздеріңіздің аттарыңыз, өздеріңіздің қалаларыңыз, қайталап айтамын, өз номеріңіз, өз қалаңыз, өз телефон номеріңіз жазасыз, өз атыңыз жазасыз. Мысалға мына жерге Алматы дедік. Енді мына жерге сіз мына жерге ештеңе жазбай қойсаңыз болады. Егер тіркелмеген болсаңыз, автоматты шығып тұру керек электронный поштаңыз. Ал тіркелмеген болсаңыз ештеңе жазбайсыз. Мынаны да түртпейсіз. Бұны түртсеңіз ары қарай тіркелу керек болады. Сонымен сіз тіркелуді білмесеңіз, электронный поштаңыз жоқ болса, онда қиналып қаласыз. Вот енді мына жерде бізге ескертетін жайттер болса жазсаңыз болады. Алып қоюға болды десеңіз, мысалға кейбір клиенттер жинап бірге салдыртады. Алдымен заказ беріп, ақшасын төлеп қойғаннан кейін тағы заказ береді. Енді барынша олай істемеңіздер. Егер солай істеу керек болып жатса, осында жазсаңыздар болады. Мысалға алып қойыңыз деп. Кейін тағы заказ берем. Тағы заказ берем. Бірге саласыздар деп осылай жазып қойсаңыз болады. Немесе косметикада, бізде косметика сатылады. Егер косметикада бар клиенттер болса, косметика алсаңыз бірге жіберем десеңіздер, онда косметикамен бірге деп қойсаңыз болады. Немесе ол жақта операторлар, қыздар бар, сол қыздарға кімге заказ бердіңіз, соның заказдарымен бірге десеңіз болады.
Енді мына жерде Қазпошта деп тұр, иә, Қазпошта деп тұр. Егер сіз фурамен алдыртатын болсаңыз, тауарыңыз көбірек болса, объемы үлкенірек болса, фура дұрыс. Өйткені фура Алматыдан бізден әр қалаға салып жіберу тегін, тек барған кезде фураның ақшасын өзіңіз төлеп аласыз. Қазпошта болса, біз салған кезде, Алматыдан шыққан кезде сізге төлеуіңіз керек. Соны да ескертіп айтамын кейбір клиенттермен. Келгеннен кейін төлеймін. Оны біз не істеп отқанымыз жоқ, Қазпошта алып алады оны. Ал тауарды ақшасын төлемесеңіз, жолын төлемесеңіз салмайды тауарды. Түсіндіңіз ба? Сондықтан қорықпаңыздар, салып жібергенде чегін жібереміз. Сосын Қазпошта болса, мынау қосылады, иә. Егер фура болса, міне 10.500 теңге деп тұр. Енді Қазпоштаны түртсем, жолына 1700 теңге. Бұл автоматты түрде есептелінеді. Егер аз болып жатса, қосасыздар, жетпей жатса қосасыздар, көп болып жатса, біз төлеп береміз. Үстіндегісін 1700 теңге шығып тұр. Мына жерде по факту 2000 теңге шықса, сіз маған 300 теңге тағы төлеуіңіз керек болады. Егер 1500 теңге шығып жатса, мен сізге 200 теңге сізге қайтарамын Каспиіңізге. Сосын алып кетемін десеңіз, Алматыда болсаңыз, самовивіз бассаңыз болады, келіп алып кетсеңіз болады. Сосын ескертетін жайт мынау өте маңызды. Заказать через WhatsApp дегенді басасыз, банковская карта дегенді баспайсыз. Ол әлі қосылған жоқ бізге. Кейін бұйырса қосып атамыз, тікелей төлем жасауға келген кезде, жеткілікті объем болған кезде қосармыз. Заказать через WhatsApp осында тұру керек. Міндетті түрде осында тұру керек. Астындағыны баспаңыздар, ары жалғаспайды. Сосын маңызды ақпарат, мынаны түртесіздер. Бізге сайттың өзінің ережелері бар, соған келісемін деген түртесіздер. Бұны түртпесеңіздер заказ берілмейді. Егер бұны ары қарай түсінемін деп жатсаңыз, мына жердегі қара жазып отыр, соны бассаңыз ары қарай толық түсіне аласыз. Сайттың ережелерімен таныса аласыздар. Бұл жерде негізінен сіздердің даниларыңызға деген бір келісім. Егер сіздердің даниларыңызды ешқайда сатпаймыз, ешқайда нетпейміз, бұл сатылатын болса заң бойынша, Қазақстанның заңы бойынша қозғастырылады деген сөз. Болды, енді осылай жазып бәрін толтырдық. Қатты қиындығы жоқ, үш-ақ ақпарат жазатыныңыз, қалғанына түртіп өте шығасыз. Болды. Енді мынаны басамыз. Бұны басқаннан кейін осылай ағарып тұрып, сәл төменде жүріп жатыр, көрдіңіз ба? До конца бару керек. Міне открыть деген шықты. Көп адамдар осы жерге келеді, отменаны басып тастайды, болды. Менің заказым түскен жоқ, менің заказым барған жоқ, мен заказ беріп қойғам деп отырады екен. Олай болмайды. Открыть дегенді басасыз, маған сообщение бару керек. Открыть дегенді басасыз, мынаны басасыз. WhatsApp-тан ашылады, менің номерім тұр, сообщение жіберіледі. Мына жерде сіздің заказдарыңыз, ай-күніңіз, номер заказы, соның барлығы тұр. Жазғаныңыз төменде міне аты жөніңіз, телефон номеріңіз, қалаңыз барлығы тұр, иә. Енді міне сообщение дегенді бассаңыз болады, немесе сізде егер екі WhatsApp болса, WhatsApp немесе WhatsApp бизнес болса, қайсысынан ашасыз, соны бассаңыз болады. Мен мысалға сообщение дегенді баса салайын, иә. Міне маған осылай келу керек. Енді тағы тоқтап қалмаңыздар, мынаны басасыздар, мынаны басып жібересіздер. Осылай жіберілгеннен кейін барып болды, енді болды. Осылай заказ бітті. Енді мен сізге мысалға төлем жасайсыз, қалай төлем жасайсыз? Бізде негізінен екі бар, екі ға бөліп төлеу керек болады, кейде заказдардың түрлеріне байланысты, тауарлардың түрлеріне байланысты. Солардың барлығын жіберетін боламын, удаленка жіберем, ссылка жіберем деген сияқты. Сіздермен сөйлесіп, солай келісіп айтамыз. Болды, осылай заказ бітті. Түсіндіңіздер ғой, иә?